Қаратай елі дастан. Ғұн мен сақ көк түрікті қозғамайын, ақтарып сан ғасырды боздамайын. Тарихтың тереңінен сыр суырып, Қаратай елі жайлы сөз қозғайын. Ежелден Алтай қазақ мекенет, көгерткен құтты қоныс көсегені. Алтай қыз, Алтай жазы болғандықтан, Алтай деп атап кеткен деседі оны. Бір кезде қалмақтарға қоныс болған, қазақ онда Алтайдан алыс қонған. Алтайды жоңғарлардан қайтарған соң көш түзеп Қаратайлар қоныстанған. Қалың ел көшті арқадан Алтай жаққа, жүк артып қысырынген Нартайлаққа. Аягөз Шар Зайсанға келе аялдап, сол маңға ірге көміп жантаймаққа. Кім білсін, ол жерлерді ұнатпаған, береді ата руға қуат маған. Күршімнің суын кешіп, таудан асып, бойына Шәңгіштайдың тұрақтаған. Қазақ едік, іргесі бөлінбеген, ерлері жерім деген, елім деген, әр ру әрбір тауды мекен етіп, жылқыдай жұбын жазбай тебіндеген. Сарғалдақ шоқ мұрын мен беске кәлім, Қожамбет Самай Керей қожаларым. Жақсысын Қаратайдың тізе берсем, күн батып таң атқан тосалар кім? Жет ата ғұмырын тек саралайын, ғасырды оймен шолып аралайын. Алтайды мекен еткен ағайынның Қаратай елі атанған сөздің жайын. Қаратайдан тараған бір бұтағы, дәулеттің өсіп өнген ұрпақтары. Құратай, Қисық, Бәйтен, бәйгісінің 4 дәулет деген елде аты қалды. Есбол мен Байбөрде де Құратайдан, атақтан емес еді Құралақан. Артына ерген жұртқа ес болатын бірі би, бірі батыр, екі абадан. Тасы алтын, суы күміс, ауасы бал, шөбінде дерт дербездің давасы бар. Алтайды мекендеген неше ғасыр, Қаратай деген елдің баласы бар. Қаратай елі дейді қазақ оны, демеңдер мақтау еді, мазақ еді. Кетейін сөз төркінін түсіндіріп, шығуы бұл атаудың ғажап еді. Шындық жоқ, халық қазы көрмей қалған. Бұл жайлы ерді ойланғанда елді ойланған. Қаратай көк жарлының бір бұтағы тараған арғы тегі Өрнайманнан. Ұрпағы Қаратайдың дәулет дейді, дәулеттер өсіп өнген әулет дейді. Аңызы бар төр Алтайға жер жетпейді, Найманда Қаратайға ел жептейді. Айтпадым бұл сөзді мен мақтан үшін, аңызда бір шындықтың жатқан үшін. Есіне салып қоям ұрпақтардың ата сөзін ойында сақтау үшін. Алталаш мақтан тұтқан аталары айтылып жазылып та жатар әлі. Құратай, Қисық, Бәйтен, Бәйкісілер бұл күнде 4 дәулет деп аталады. Екі ұлы Құратайдың болған екен, дәулеті шалқып тасып толған екен. Есбол мен Байбөрдідей екі тұлға жау алмас, дауыл жықпас қорған екен. Есболдан 6 ұлға алған кіндігінен, кем түспес түгел көкжал бір-бірінен. Тұңғышы Мәметек би ел билеген халқының қуат алып бірлігінен. Бағаны Мәметекке елі берген, сүйіне қарайды екен жұрты көрген. Ақмырза Тапаш пенен ер Тілмәмбет, Мананбай Жан Мырза бар соңын ерген. Мәметек өзі шешен, өзі батыл, бесінісі 5 түмен қолға татыр. Есбол бей шар бойында қалған дейді, сүйегі бабамыздың сонда жатыр. Барлығын бабалардың ұлықтайық, көңілді тарихтан еш суытпайық. Қаратай елі деген атқа ие еңбегін Мәметектің ұмытпайық. Ойласам бей Мәметек бабам жайлы, көңілім әр нәрсені бағамдайды. Қыстаған тау бөктерін өзен бойын жайлаған жәннат мекен Шабанбайды. Сыры көп қарт тарихтың біз ұқпаған, тойған ба дүниеге қызық қадам. Емінген орысы да, шүршіті де, Алтайға кім бар дейсің қызықпаған. Келелі ақыл айтқан келіскенге, кеудесін бастырмаған керіскенге, Алтайда бей Мәметек билік құрған, теңесіп шүршітпен де, орыспен де. Есімі Мәметектің болған аңыз, ер бопты елін сүйген ол да нағыз. Жүрсе де ел шетінде жау өтінде, жықпаған елдің туын өр бабамыз. Төрені көтермеген төбесіне, тай салып тайынбаған егесуге. Қаратай күнін көрер төресіз деп айтқаны Мәметектің елесінде. Ақтанның жырында бар оқып қара, Самайға болған екен бабам пана. Қасқырдың бауырындай қатып қалған құтқарып ағайыннан арашаға. Шындықты түгел шешіп тараталман, сырғам терең-терең әр атаудан. Мәметек хан болғанды дейтін сөз бар, ел аузында Мәметек хан атанған.
Бұл атты халық өзі бере салған, тапқан ғой жұрт қалауын әр атаудан. Әрине, бейін хан деп таныған соң біздің елде Қаратай ел атанған. Бойында күш қуаты сарқылмаған, жауы ыққан Тілмәмбеттей нар тұлғадан. Ел шетіне күндіз түні жорты ұлдап жауына жасын болып жарқылдаған. Жау келсе жасақ құрып қарсы алатын, халқына сауын айтып жар салатын, досы да дұшпаны да бабамыздың сүйсініп ерлігіне тамсанатын. Дұшпаны беттемеген қарсы келіп, көрмеген бәсі түсіп нарқы кеміп, елінің ар намысын таптатпаған Тілмәмбет Тұматайлар жауын жеңіп. Өз еркің, сенесің бе, сенбейсің бе, сақталған шындық солай елесінде. Дүниеден батыр бабам өткен екен, келместің ол да мініп кемесіне. Тұлғалар қалар мәңгі елесінде, уақыттың кеткен мініп кемесіне, аты бар мәңгілікке нақышталған Алтайдың тау мен тасы белесінде. Үкөк, мұзбел, татан мен шүй даласы, қалқытты күршім нарын айналасы. Мәметек деген атқа толып жатыр Алтайдың арғы бергі сай саласы. Бей болған бұл Мәметек хан болмаған, хан көріп сыйламайтын жан қалмаған. Билігі жүрген жеті көк жарлыға бұл сөзді түсінбейді аңғармаған. Құдайым бақ пен дәулет берген екен, ол күнде бүгінгіден елде бөтен. Мәметек бабамызға бір кездері Құнанбай сәлем беріп келген екен. Кім жеткен өр Алтайда Мәметекке, жарасар басын неге теңесекте, өрлігі, өжеттігі жұрттан асқан хан деген аты жеткен келешекке. Ойлаған өзін емес, ел мен жерің, үлкендер айтушы еді көргендерін. Жасаған қазақ үшін игісі көп, өмірдің көрсе дағы сергелдеңін. Халықтың қамы еді басты арманы, болашақ ұрпақ қамы толған ғана. Атындай бабамыздың бола алмапты, біреудің тастан жиған қорғандары. Халқының қамын ойлап діннің жайын, алдырып шаш-шаһардан екі ағайын. Нәдір, сәдір атты қожа имамдар үйреткен шариғаттың ар иманын. Жетпеген Мәметекке еш адамда, әркімдер мықты болар бас аманда. Басқаның шопақ құрлы дәрмені жоқ Мәметекті әкеткен жасағанға. Уақытпен кім бар дейсің таласатын, тағдырдың жетегінде қарабасың. Жақсының өзі өлседі аты өлмейді, артында із қалады үлгі алатын. Бұл жалғаннан Мәметек бейді өтті, есімі аңыз болып бізге жетті. Қаратай елі деген атқа лайық көтеріп ел іргесін еңселетті. Алтайға қаптап келіп орыс қонған, бұл өлке Қаратайға қоныс болған. Билігі Мәметектің жалғастырып ережеп 30 жылдай болыс болған. Жалғаған ат арманын баласына, баланың ішіндегі данасына. Дуанға болыс болған Әбдікерім қалтқысыз қызмет еткен алашына. Тағдырдың көре-көре бұлтақсын, ғылыммен бағалаған шын табысын. Ойлаған заман жайын Әбдікерім Алтайда мектеп ашқан ұрпақ үшін. Тағдырмен кім бар дейсің таласатын, болмыстан адам шіркін аласатым. Артына мәңгі өшпейтін із қалдырған, дәлелдеп жұрттан асқан парасатын. Адамды тарихана әлдилеген, Алтайды жалған дүние ән күйменен, Есбол биден тараған ұрпақтары 100 жылдай билік құрып ел билеген. Қиынға қайыспайтын қаранарың, табынған киесіне сана бәркім. Біз үшін аямаған қан мен терін еңбегін ұмытпайық бабалардың. Жерінде жырлап Алтайдың, ерлерін біраз жыр еттім. Ұмытпай жүрсін ұрпақ деп, төрінде сақта жүректің. Жақсыдан қалған өшпес із,